Бүгін бір жолымыз болмай тұр ау дейміз. Бұл жағынан клиент жолға ақша таппай 2 сағаттан кейін әрең дегенде ақша таптық жолға. Ең мына тұрмызда газ энерджи. Сәл әрке қиып алайық деп кеп тұрсақ, касса істемейді дейді ғой. Не сұмдық болып кетті бүгінгі күн чапа. Тұрмыз сағат 9 болып қалды ұшпамаймыз сағат. Касса істемейді дейді. Не сұмдық бұл деймді. Әйтеуір ичілеп Алматыдан шығамыз дегенше сағат 10 болып қапты. Туман деген масқара туман болып тұр еще. Сұмдық туман енді. Пока общагайский вообще страшно. Көрінбейді. Мынау қазір біз Бакатта келе жатырмыз. Бакаттың өзі туман болып тұр ғой. Көрінбейтін туман болып тұр Бакатта. Қайда прожекторлар бар әйтеуір, соның көмегі нормальный жер көрініп тұр прожектордың несінен. А так туман, страшно туман. Сонымен әйтеуір сөйтіп келе жатырмыз жайлы. Алматыдан шықтық. Алматы-Екатеринбург трасса. Туманның көкөсі болып тұр ғой, туманның. Туман пиек тұр, короче. Жайлап келе жатырған. Бірмен, екімен, жолдың шетімен деп. Сөйтіп жүріп келе жатырмыз. Туман деген мықты туман болып тұр. Туман, жесткий туман болып тұр ғой. Бүртіге жақындап қалдық орайда. Автобустың өз вагонға шықпай келе жатыр ғой туманнан. Туман деген нормальный туман болып тұр ғой. Автобустың өз вагонға шықпай жатыр ғой. Біреу вагон жасап келе жатыр маған. Автобус кетті. Қорықпайды екен да мыналар ше. Екінші өмірлерің бар ма деймін да. Автобустың өзі әрең өтті, омар кетеді. Асықпасаңдар жігіттер, асықпаңдар. Анау да кетті фураға вагонға. Вообще бессмертный екен да. Азар жоқ, қорықпайды екен. Күртіге келдік, тұман болып тұрды әлі. Сәл ашылған сияқты. Өзіміздің фирменный тамағымыз дайындап отырған. Ішеміз құда қаласа. Фирменный тамағымыз. Шпакет. Соны ішіп аламыз да, айдейміз тағы да әр қарай. Сол. Тасаралда уже арка дайын уже. Сынаққа шен қойып қойған уже. 90-70 деп. Енді құда қаласа камера ілінеді. Ол потом Балқаш қараған рекорды. Платный болады да. Вот мына осындай. Заправкада очередьте тұрмыз. Екі фура күйіп жатыр. Енді құйып бастады ол бағандан берінен еді. Адамдар қызық деймін да. Кеше груз артып жатырмын. Клиент алдында бұзылып қалдым ол машина. Содан клиент хозяйкасы айтады ғой. Машинасы бұзылып қалмасын деп. Сонан қайда күйеуі әйтеуір нормальный адам екен. Ол темір ғой деп. Қақтан біледі оны қашан бұзылатынын, қашан ететінін деп. Сөйтіп айтып жатыр да. Сол бұзылғаннан кейін машина жасап келгеннен кейін Алматыға қайттан 2 рейс барып келдім ғой менше. Машина таппай жатқан кезде айтпады да. Когда вот
өздерінде машина запаста тұрған кездерінде сөйтіп бықсып отырып айтып неше түрлі адам бар вообще.